Сәлем канал көрермендері, бүгін нешінші очередте тұрғаным жайлы видео болмақ. Ол үшін недвижимостьқа кіресіз, как обычно, земельные отношения басасыз. Содағы просмотр или постановка на очередь деп тұр, соны басасыз. Одан кейін заказать услугу онлайн. Шаг первый. Для просмотра своей очереди перейдите деп тұр ғой, на страницу. Соны басасыздар. Сәл күтеміз. Бізде загрузка біраз болады, 1-2 минут. Одан соң менде көрсетіп тұр, негізі очередьта тұрсыз дейді, в очереди дейді, заявление күні, апрельдің 22-сі күні Қоянды ауылында тіркелгенсіз деп тұр. Мен оның ішінде нақты қандай нөмірде тіркеуде екенім соны көргім келеді. Сол үшін так. Ол үшін адам бейнесі тұрған жаңағы 4 бұрыш квадратикқа қайтаны басамыз. Одан кейін реестр чередников деген соңында тұрады, соны таңдаймыз. Сосын сіз қай жерге тіркелдіңіз, сол бойынша қайтадан теріп шығасыз. Мен Акмолинская область, Целинградский район, Қоянды ауылы деп тіркелген болатынмын. Дәл солай жасап шығасыздар. Мына флаг тұрғанға типа отметка қойып, солай ғана көріледі очередіңіз. Так, мына жерде уже 2004-тен бастап тұрған адамдар. Нөмір 39-шы болып тұр мына кісі. Так, мен өзімдікін қазір фамилиямды жазып көрсететін боламын сіздерге. Так, вот фамилиямды жаздым. Кәбетай деп, маған 5956-шы очередте тұрғанымды көрсетіп тұр. 2022 жылы апрельде тұрғанмын очередте. Осылай көріп алсаңыздар болады. Ақпарат пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.